Келесі рецептіміз осындай баклажаннан капрезесі баклажанымен. Кеше біз еттен жасадық, бүгін баклажаннан жасап көрсететін боламыз. Ол үшін бізге кляр. Клярды білесіздер, жұмыртқа, сүт, ұн или жұмыртқа, су, ұн қосып осылай жасаймыз. Мини моцарелла шарики, осындай укроп, чеснок, майонез қосылған соусымыз, және де осындай панкомыз жүреді, панировочный сухари. Біз қазір осындай алдын ала дайындап кесіліп алған баклажанымызды клярға аунатып, панкомызға осылай батырып пісіріп аламыз. Осындай баклажанымызды панкомен жасап алдық. Панировочный сухаримен духовкаға 10-15 минутқа баклажанымыз піскенше салып аламыз. Біздің баклажанларымыз мінекей осылай пісіп шықты. Енді қазір осыларды әдемілеп, арасына помидорымызды, сырымызды салып, сырларымызды кесіп, осылай салып шығамыз арасына. Моцарелла сыр, осылай баклажандарымызды әдемілеп, осылай қойып шықтық. Бетіне мини моцарелла шарики, арасында моцарелла гальбани, помидормен неке осылай. Неке дастарханымызға дайын.